Қазақстанда жыл басынан бері 116 адам суға кетіп қаза болды. Оның 65-і шомылу маусымы басталған соңғы 30 күнде көз жұмғандар екен. Өкінішке орай мерзімсіз мерт болғандардың 40-ы бала. Азаматтар неге қарапайым судағы қауіпсіздік ережелерін сақтамайды? Жауапты органдардың қам-қарекетінен неге қайыр болмай жатыр? Халық сөзі ток-шоуының бүгінгі шығарылымына арқау болып отырған сауалы осы. Әдеттегідей ертүріктің бесігінен хабар таратып тұрмыз. Армысыз көрермен. Бұқаралық ақпарат құралдары еркін болу керек. Билік пен халықтың арасындағы тиімді байланыс арнасы бола отырып, елдегі қордаланған мәселелерді көтере алады және көтеруге міндетті. Қасым-Жомарт Тоқаев, Қазақстан Республикасының президенті. Біз тікелей эфирдеміз. Алдымен студиямызға арнай келген спикерлермен таныстырып өтейін. Оң жағындағы Ерасыл Төлебаев, облыстық жастар ресурстық орталығының басшысы. Сол жағындағы Қанат Қарабалаев, Түркістан облысы төтенше жағдайлар департаменті азаматтық қорғаныс басқармасының бастығы, азаматтық қорғау подполковнигі. Және де оң жағындағы Әділ Бақашбаев, Түркістан облысы полиция департаменті жергілікті полиция қызметі басқармасының ерекше тапсырмалар жөніндегі аға инспекторы, полиция подполковнигі. Және де төртінші спикеріміз Жандос Махамбетов, Түркістан облысының адами әлеуетті дамыту басқармасының тәрбие және қосымша білім беру бөлімінің басшысы. Студиямызға қош келіпсіздер дейміз. Хабарымыздың әлқиссасы болсын, мына бір сюжетті қарап алайық. Бейне жазбада бір топ шетел азаматтарының тізеден келетін суға шомылып шаршадыман болып жүргені көрінеді. Жастар ушумен бірнеше метр жерде жүрген достардың суға тұншығып жағаға ұмтылып жатқанын кешірек байқаса керек. Видеодан азаматты құтқаруға өзге адамның ұмтылғаны байқалады. Еске сала кетейік, 27 маусым күні 21 жастағы 2 Үндістан азаматы суға батып кеткен болатын. Іздестіру жұмыстарына төтенше жағдайлар сонымен қатар полиция департаменті, жергілікті атқарушы орындардың жалпы 58 адам және 8 техника жұмылдырылған. Ақсу өзенінің арнадағы шатқал құздарының болуына байланысты жаяу іздестіру қиындыққа туындырғандықтан Казавия құтқару мекемесінің тікұшағы іздестіру жұмысына жұмылдырылды. Ізделіп жатқанына 5 күн болған үндістандық студенттер тыйым салынған жерге шомылған, ал өзен аумағы тәулік бойы кезекшілікке алынып, қарау жұмыстары жалғасып жатыр. Төтеншеліктердің айтуынша су ағысы тым қатты болғандықтан табу қиынға соғатынын айтады. Іздестіру жұмыстарына төтенше жағдайлар, сонымен қатар полиция департаменті, жергілікті атқарушы орындығынан жалпы 58 адам, сонымен қатар 8 техника жұмылдырылған. Ақсу өзенінің арнасының шатқал құздарының болуына байланысты жаяу іздестіру жұмыстарының қиындық туындауына байланысты Казавия құтқару мекемесінің тікұшағы іздестіру жұмыстарына жұмылдырылды. Қанат мырза, енді өзіңіз анық-қанығын айтып берсеңіз, іздестіру жұмыстары қалай жүріп жатыр? Саламатсыздар ма? Құрметті Қасым мырза, құрметті облыс тұрғындары, көрермендер. Бұл мәселені айтпас бұрын, бүгінгі таңда біздің облысымызды өздеріңіз білесіздер, республикадағы ең ыстық аймақ, халық көп орналасқан, содан кейін жаңағы аграрлық аймақ десек те болады. Енді былай қарасаңыздар, облысымызда 3000-нан аса су айдындары бар бүгінгі таңда. Оның көбісі жасанды су айдындар. Демек, канал, арық, жаңағы су қоймалар, пруд дейміз. Одан кейін жаңағыда басқа да қолдан жасалған кішігірім сондай жасанды су қоймалар бар. Енді біздің облысымызда жаңа айтып өттім, ең ыстық болғаннан кейін бізде шомылу маусымы басқа аумақтармен салыстырғанда ерте басталады. Қарасаңыз, қазір негізі республика бойынша ресми түрде шомылу маусымы ашылуы 1 маусым. Ал біздің облыс тұрғындары май айынан бастап, сәуір айынан бастап уже су айдындарында шомылып жатқанын көріп жатамыз. Енді бұл жаңағы каналдарды айтып өттім ғой, 3000-нан аса. Оның ұзындығын
жобамен есептегенде 15 километр шақырымнан аса деген. Ол деген үлкен жаңағы расстояние дейді ғой. Қашықтық, үлкен расстояние. Енді бүгінгі таңда атқарылып жатқан жұмыстарға да кішігірім тоқтап кетейін. Оны қазір хабар барысында жалғастырамыз. Мынау жөнінде айтсаңыз, үндіс азамат іздестіру қалай жүріп жатыр? Бұл жөнінде Түркістан облысы төтенше жағдайлар департаменті барлық күштерін салуда. Іздестіру жаңағы өздеріңіз сюжеттен көргендей 58 адам жұмылдырылды. Департамент, полиция департаментімен бірлесіп, жергілікті атқарушы органдармен де, одан кейін жаңағы төтенше жағдайлар министрлігінің Қазавиаспас мекемесінің вертолеттерді жұмылдырылды. Мықты мамандардың бар сол жерде. Енді қазір таңда қиындық туғызып жатыр. Жаңағы шатқал, өте жаңағы ағысы қатты, терең. Одан кейін жаңағы воронка дейді жаңағы үйір, судың астында. Сондай жағдайларда қазір кішігірім кедергі тигізіп жатыр. Жұмыс жалғасуда. Әлде де қосымша күштер жұмылдырылатын болады. Бұлай қарасаң, жалпы бұл табиғат керемет жер ғой. Тұмса табиғатты жер, дегенмен елдің арасында бұны сайтанның апаны деп те атай деген. Жалпы Әділ мырза, өзіңіз айтып өтіңіз, жалпы жастар бұл жерге қалай барған, қазір енді зерделеу жұмыстарын жүргізіп жатсыздар ма? Қандай ақпарат бар бұл? Енді бұл бойынша қазір сотқа дейін тергеп-тексеру жүргізіліп жатыр ол. Сол жерде болған адамдардан тергеу саласы бойынша барлығы болған мән-жайдың жауап алынады ғой. Ал негізінен енді ол жақтың барлығы содан жоғарғы Ақсу жабалығы, жаңағы табиғат қорық аймақтар кеткеннен кейін ол как туризм ретінде жұрттар тамашалауға болады. Негізінен ол жерде жергілікті халық ол жерде шомылмайды. Сонымен қатар жергілікті атқарушы органменен, тиісті мекемелермен ол жерлерде шомылуға тыйым салынған. Жалпы хабарда тыйым салынған белгілер орнатылған. Орнатылған. Ол жерде, ол рұқсат етілмеген ол жерге, мүлдем. Бірақ жалпы көріп, жаңағы тамашалап, суретке түсіп, сондай көп барады. Сонда да бірақ аудан тарапынан, облыс тарапынан да олар ол жерлерге жаңағы абайлап жүру, үгіт насихат жұмыстары жүргізілуде. Барған адамдарға да жүргізіліп тұрады. Мүмкін еді олар шетел азаматтар ғой. Мүмкін ол жаңағы ескерту белгісін түсінбеген болар деген секілді. Жалпы енді біз халықаралық туризмді дамытамыз, басқа елдерден де туризмді дамытамыз, басқа елдерден азаматтар келсе екен деп жатырмыз ғой. Мүмкін осыны қолға алу керек шығар. Өзге тілдерде де жазып. Қасым мырза, бұл қайғылы оқиға мен үшін өте, қалай айтсам болады, маған қатты тиді. Өйткені үндістер олар қазір оңтүстік қазақстан медициналық академияда оқыған. Мен ең бірінші шетелден келген кезде 2006 жылы мен соқта өзім мұғалім болдым. Өзім оқытушы болдым. 2006 жылдан бері үндіс студенттер бізге келді. Білім алуға келген зекпен студенттермен оқыттым 2 жыл бойы. Бүгін кеше естіген бірінші курстың студенттері осыны қайғылы болғаннан кейін өзіме қатты сезімде болдым. Екінші нәрсе айтып кетсек, біз сәуір айында Түркістан облысының әкім орынбасарымен, Шымкент қаласының әкім орынбасарымен бірлесе отырып, үлкен жиналыс өткіздік. Үлкен жиналыста 60-тан астам жоғарғы оқу орнының басшылары және орта оқу орнының басшыларын бәрін шақырып, сол жақта айтылған сәуір айында өзінің студенттеріне ие болыңыздар, айтыңыздар, демалыс уақыт қайқа баруға болады. Сол кезде біздің төтенше жағдай департаментінің орынбасары жақсы бір докладты оқып берді. Өте жақсы, түсініктілімен түсіндіру үшін. Одан басқа қорықтарын адамдар айтып кетті. Қай жерге баруға болады, қайқа баруға болмайды, бәрін айтып, жеткізіп, қарапайым тілмен жеткізді. Енді әрине осының бәрін біздің тарапынан айтылды, бәрі. Енді сол оқу орындарынан сол бәрі мен ойымша жеткізілген сияқты болды. Бірақ сіз дұрыс айтасыз, әрине шетелдің, енді осы азаматтар шетелдің азаматтар ғой. Ағамыз айтып кеткендей, ол жергілікті адамдар суға түспейді. Өйткені ағысы тым қатты, бізде бардық ол жаққа, бізде суға түскен жоқпыз, біліп тұрмыз өте ағыс болған екен. Бірақ білмегендіктен әрине сол нәрсе болып қалды. Бірақ өмір заңы бар. Сол мен ойымша сол жүзу білмейтін или жүзуге дайын болмайтын адамдар соған суға түсуге болмайды деген нәрсе. Мен өз ойым сондай. Жалпы енді қалай барған деген сұрақ мені мазалайды. Өздері барған ба әлде? Қазір мысалға көп қой бізде. Жаңаға мақпал күнге 2 күндік саяхат жасайық деген сияқты, арғы сусын күнге барып қонып қайтамыз деген сияқты бір ұйымдастырып жатады. Олар қалай барған ол жерге? Жауап бере алатын бар ма? Бұл жерге енді өздері кәдімгі жиналып барған ба?
Енді дегенмен де бәрібір бір демалып, студент болғаннан кейін енді қазақ азаматтар ертіп барған шығар ол жерге деп ойлаймын. Студент болғаннан кейін енді ол жерде жаңағы 4-ші курс студенті болған үлкен. Одан кейін бір жетекшісі болған. Жалпы 22 адам болған. Енді тамашалап, көруге, тауды көруге, соның арасында жаңағы ағып атқан суға тамашалап, суретке түсеміз деген немен шыққан деп ойлаймыз. Қазір әлде де бұл жаңағы айтып өтті әріптесім, тергеу жұмыстары жүргізіліп жатыр, оның бәрі алдағы уақытта анықталатын болады. Жалпы мұндай жағдайда қандай жаза қарастырылған, Әділ мырза, айтыласыз ба? Негізі бұл кісілердің жаңа бейнетаспада көргенде бір нақты бір шомылу мақсатымен бармаған көрініп тұр ғой. Себебі жеңіл киімде судың шетінде жаңа суретке түсіп отыр. Жаңа айтқандай ол жер шомылатын жер емес. Бұл туризм менен саяхаттап барғаннан кейін бұларға ешқандай шектеу жоқ. Алайда заңға сәйкес қазір мынау төтенше жағдайлар бөлімі жергілікті атқарушы органдарменен су айдындарында арнайы рейдтік шаралар жүргізіледі. Себебі тиым салынған орындар бар дейміз, ауыз су дейміз, егін шаруашылығының сулары, мақсаттағы сулар дейміз. Ол кез келген суға шомылу бермейді, сондықтан шектеу қойылған жерлер бар. Сол шектеу қойылған жерлерде шомылу ережелерін бұзған жағдайда Қазақстан Республикасы әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 364 бабына талабына сай шара көріледі. Одан бөлек, шомылудан бөлек бізде мына үлкен кішілерде барған жерде маевка қылып демалады. Ол демалғаннан кейін өзі орныменен демалып отырып ішіп жеген жерін жинап кететіні бар, шашып кететіні бар, немесе белгіленбеген орында спирттік ішімдік ішетіні бар. Соған жағдайлардың алдын алу мақсатында қазіргі таңда бүкіл облыс көлеміндегі демалыс және су айдындарына полиция кешенді күштерінің нарядтары жақындатылып, ол жерде жергілікті атқарушы органдар бар, округ әкімдері, аудан әкімшіліктері, төтенше жағдай бөлімдерімен бірінші ескертіп, түсіндіріп, сонымен қатар талапқа бағынбаған жағдайда шара көру жұмыстары жүргізіліп жатыр. Қанат мырза, осы айтып отыр ғой, осы айтып өтіңізші, жаңа 15 шақырым дедіңіз, жалпы ұзындығы. Соның қаншасында жалпы қауіпті аймақ саналады деген сияқты. Одан кейін жаңағы белгіден қойған, белгі қойылған, сонда да адамдар суға түсіп елемейтін жағдайлар кездеседі. Сондайлардың бас аяқ санын айтып өтсеңіз. Өте орынды сұрақ. Жалпы мынау шомылу маусымы деп жатырмыз, қазір бүгінгі тақырыпта өте маңызды мәселе, жаңағы ауыр мәселенің бірі. Бұның біз шомылу маусымы басталмай жатып, осы сәуір айында, наурыз айында облыстық комиссия бар. Төтенше жағдайдың алдын алу және жою комиссиясы. Сол жерде барлық проблема мәселелер көтеріледі. Сөйтіп жаңағы тиісті ұйымдарға тапсырма, аудан әкімдіктеріне, облыс құзырлы мекемелерге тапсырмалар беріледі. Одан кейін қалай жұмыс жасау керек екен? Алгоритм дейміз ғой, былай айтқанда, жоспар бекітіліп, облыс әкімімен бекітілген. Сол да қазіргі таңда барлық аудандарға, аудан әкімдіктерінде жаңағы құзырлы мекемелер, облыстағы басқармалар бар, төтенше жағдай департаменті бар, полиция департаменті бар, бәріне жолданады. Енді айта кететін жағдай, жаңағы сіз өзіңіз айтып өттік қой алдында 3.000-нан аса су айдындары бар деді. Соның ішінде аудан әкімдіктерімен біз бірлесіп анықтау жұмыстарын жүргіздік. Жалпы бүйтіп қарапайым сөзбен айтқан кезде әдетке айналған жерлер бар ғой, бірақ қауіпті. Сол жерлердің тізімін анықтадық. Бүгінгі таңда 112 участок бар. 112 участокке барлығына тиым салынған, шомылуға болмайды деген знактар орнатылған. Бір жерлерде халық бір шетінен байқамай қалады деген ойларда болды, 2-3-ден қойып кетіп жатырмыз. Аудан әкімдіктермен бірлесіп. Жалпы сонда да, айтып өтейін, жаңағы арық каналдардың, өзендердің, су айдындардың бойында облысымыздың жалпы бір 800-дей халқы сол аймақта тұрады екен. Өзендердің, каналдардың аймағында. 800 мың? 800 мыңның жобамен. Оның ішінде 300 мыңдайы жас бала екен. Енді бала деген кім бізде? Бала деген жаңа балалар құқықтары туралы заңға сәйкес 18-ге толмаған азамат бала болып есептеледі. Көрдіңіз бе? Сонша азаматымыз, жаңағы баламыз 300 мыңға жуық сондай аумақтарда тұрады. Енді бұл біздің министрліктің жаңағы жалпы міндеттерінің бірі төтенше жағдайдың алдын алуға жұмыс жасау, болдырмауға жұмыс жасау және болған жағдайда жою жұмыстарын ұйымдастыру.
Сондықтан жаңағы бекітілген жоспарларға сәйкес полиция департаментімен қазіргі таңда алдында күн сәл салқын кезде демалыс күндері, мейрам күндері рейдтік шаралар жүргізетін тұғымыз. Қазір күнделікті күннің ыстығына байланысты күнделікті рейдтік шаралар бірлесіп жүргізудеміз. Оған ол рейд шараларға еріктілер де қатысып жатыр. Білім басқармасының жағы мектептегі жауапты мамандардан да уақыты болғанда қосып жатырмыз. Сондай жұмыстар атқарылып жатыр бүгінгі таңда. Жалпы енді айтыңыз. Жалпы орта есеппен айтқанда 1,5 мыңнан аса рейдтік шаралар жүріпті қазір. Ол мақұл, рейдтік шаралар жүріп жатыр. Одан бөлек жаңағы үгіт насихат жұмыстары қарқынды түрде. Брифинг. Бүгінгі күннің өзі бір неге жатады деп есептеуге болады. Халыққа жаңағы үндеу деп есептеуге болады. Брифингтер жүріп жатыр арнайы. Телеарналардан сөйлеу. Барлық аудан көлемінде, республикалық телеарналар көлемінде өздеріңізде де бірнеше рет шығып жатырмыз. Одан кейін жаңағы мектептерде, мысалы осы жыл аяқталуына жақындағанда біз арнайы топ құрдық білім басқармасымен бірлесіп. Сөйтіп аудан орталықтарына шықтық. Сөйтіп директорлер жинап семинарлар өткіздік. Қалай орын алып жатқан жағдайлар, қауіпсіздік шаралары, одан кейін жаңа қалай жүргізу, атқару. Одан кейін ол директорлер мұғалімдерге, одан кейін жылдың аяғында ата-аналар жиналысы деген болады. Өзіңізді ата-анасы ғой, мысалы, өзімізді ата-анамыз. Барлық мектепке барамыз. Барлық мәселені көтеріп, сол жерде арнайы ескертпелерді қойып жатырмыз. Ескертпелер жасалып, жаңағы, мына баланы түнгі сағат 10-нан кейін жалғыз жібермеу, су айдындарында өзін үлкендердің қарауынсыз жібермеу, қауіпті жерлерге бармау, тауға да сондай жасатып, ескертпе ата-ана қол қойдыртып, сондай жұмыстарда жүріп жатыр. Енді Қанат мырза, жалпы атқарылып жатыр. Дұрыс айтасыз. Бұқаралық ақпаратта да, басқасында да, жиналыстарда өтіп жатыр. Содан мысалға жаңа айттыңыз ғой, 100-ден астам қауіпті орын, 112 қауіпті орын анықталды. Азайғаны бар ма қазір? Суға шомылу тоқтағаны? Былтырғымен салыстырғанда биыл төмен көрсеткіш. Бәрібір әр статистика, әр санның өзі жүректі ауыртады. Білесіздер. Бірақ былтырғымен салыстырғанда биыл төмен. Қасымырды қосқыртем болған, мысалы Қанат мырза, кешіріңіз сөзін бөлген үшін, өте айтып жатыр. Осы жаққа келіп, өзінің ойын, өзінің, мысалы, әркім адам суға барған кезде батам деп ойламайды. Мысалы, тауға шыққан кезде жоғалам деп ойламайды. Бірақ шыққан кезде өздерінің өмірлерін, жауапкершілікті, мысалы, ЧС-ке жүйтіп қойды. Өзінің өмірін полиция жүйтіп қойды, жауапкершілікті өзіне алмай. Сіз айтып жатсыз ғой, мысалы, бізде іс-шара болып жатыр, 60-нан астам рейд болып жатыр, 1600 жасты қамтыдық деп бәріміз айтып аламыз жұмысты. Бірақ сіз айтып жатсыз, нәтиже қандай деп жатсыз ғой. Егер біз халық болып, егер осылай жауапкершілікті басқа біреуге артпай, әр өз өміріміз өз жауапкершілік алсақ, қоғам болып, түсініп, қай жаққа бара жатырмыз, не үшін бара жатырмыз, демалудың өз тәртібі бар, өз заңдылығы бар. Біз ешкімге демалып суға түспе деп жатқан жоқпыз, барыңыздар, демалыңыздар, бірақ өз заңдылығымен, өзінің тәртібімен, тәртіп ел құл болмас деп жатыр ғой. Одан басқа ағаларымыз, олардың жұмысы бізге көмектесу. Олардың тікелей жауапкершілігі біз құтқару емес, көмектесу бізге максимально қиын жағдайда. Бірақ қиын жағдай өзіміз әкелеміз ғой. Өзіміз соған алып келеміз. Енді екіншіден айтып кеткім келіп тұр. Ол жауапкершілік және өзіміздің айтқан. И шынымен біз мойындау керекпіз. Мысалы, осы ағаларымыз брифингке шығады, ағаларымыз профилактика шыққан кезде біздің жастарымыз, біздің көп халқымыз көп мән бермейді. Бүйтіп қараса, ой, біреу келеді, лесовка береді, оқымайды, мысалы, қойышты салады. Өзіне басына түспесе, оны түсінбейді. Қасындағы біреу, мен мысалы 3 жасымда батан деп қалдым өзім. 3 жасымда қасымда бір доспен бірге суға батан деп қалдық. Адамдар тұр, мен шатқалға аяғым кіргеді, енді өзім түсінемін да, су өте қиын екен. Суға түскенде өзім білмесең қайғы түсіп жатқан өте қиын нәрсе екен. Содан бастап өзім жүзуге қатыстым. Өзім, өйткені өмір менікі, өзім жауапты болу керекпін өз өміріме. Керек болса басқа адам құтқару үшін. Сол сияқты жастарымызда қазір, мен ойымша, осындай. Әркім өзіне жауапты болу керек. Жауапты болу керек, жауапты. Және максимально осы бүкіл бұрында қауіпсіздікті алға қою керек. Максимально. Бірінші очередь қауіпсіз шараларын алға қою керек. Ағаларымыз мойнына қоймау керек өз өміріміздің бір жауапкершілікті.
қазір бәріміз айтып жатырмыз, ЧС қайқарып жатыр, полиция қайқарып жатыр, мынау қайқарып жатыр, бәріміз соған қарап мен олай айтып жатқан жоқпын негізі. Жоқ, бір халық болса сөйтіп қараймыз ғой, не үшін қарамайды деп, бірақ соны түсіну керекпіз өзіміз. Жалпы мынау дамыған мемлекеттерде, кішкене сөзіңізді білейін, қауіпсіздікті ең бірінші очередке қойды. Мысалы, Японияда 5 жасқа дейін только қауіпсіздікті үйретеді екен балаға. Судағы қауіпсіздік, таудағы қауіпсіздік, басқа да землетрясение болған кезде қандай жасау керек екен. Одан кейін барып ары қарап басқа салаларға үйретеді екен. Мәдениетке, тілге ары қарап. Көрдіңіз бе? Бірінші орында қауіпсіздік қойып отыр дамыған мемлекет. Бізге де осы нені практиканы іске асыру керек. Жандос мырза, өзіңіз ой қосыңыз, мүмкін мына айтып жатыр ғой, қазір сондай бағдарлама енгізу керек шығар бізге де. Бізде ол бар жалпы стандартта. Жалпы жазғы сауықтыру кезінде балалардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында барлық білім беру ұйымдарында оқушыларға, ата-аналарға әдістемелік нұсқаулықтар таратылған. Төтенше жағдай департаментімен бірлесіп, біз қазір тығыз байланыста жұмыс істеп жатырмыз. Өздеріңізге белгілі ғой, жалпы жаз мезгілі біз үшін өте үлкен жауапкершілігіміз екі есе артады. Суға шомылуы бар, өрт қауіпсіздігі бар. Тек қана біз суға шомылуды айтып қана қоймай. Бұл мақсатта департаментпен жұмыс атқарып жатырмыз. Жалпы ата-аналарға, жаңа бұл кісі айтып кетті ғой, Талғат мырза, республикалық жалпы ата-аналар жиналысы өтті. Мамыр айында соған біздің облысымыздан 199 мыңнан астам ата-ана қатысты. Осы жерде біз міндетті түрде суға жүзу мәселесін, суға шомылу маусымдағы балалар қауіпсіздігіне жете тоқталып өттік. Оларға арнайы жаңағы парақшалар тараттық. Алайда соған қарамастан біздегі есеп бойынша соңғы осы биылғы шомылу маусымы басталғаннан бері 11 кәмелетке толмаған жасөспіріміз суға қайтыс болды. Суға бату оқиғасынан. Кеше ғана мысалы Сарыағаш ауданында орын алды. Тек қана бұл су айдындарында ғана емес, қарапайым есік алдындағы жаңа септиктердегі суға батып қайтыс болған оқушыларымыз да бар. Бұл жерде ойлаймын, мен бірінші кезекте суға түсу кезінде біздің халық қарапайым суға түсу қағидаларын өздері сақтамайды. Яғни ол суға жүзе алмайтын болса, ол мейлінше түспеу керек қой. Біз саналы түрде осыған барып жатқан сияқтымыз. Екіншіден, бұл жерде бізден білім басқармасы болғаннан кейін тікелей ата-аналармен жұмыс жүргіземіз. Ата-аналардың жауапкершілігі өте төмен деген айтуымыз керек, жасырмауымыз керек. Себебі қазір осы күнделікті Шымкент қаласында іс-сапармен қазір біз жазғы сауықтыру маусымы басталды, лагерлер. Осы Шымкент, Түлкібас аудандарына барып жүріп, қазір сонда мысалы үшін қарапайым мысал, Ордабасы ауданынан кетіп бара жатқан кезде Спатай белді мекені бар жолдың бойында. Сол жерде Нұртас Ондасымат атындағы Арыс Түркістан каналы ағып жатыр, бәріміз білеміз. Сол жерде төтенше жағдай департаментімен аудан әкімдік қойған арнайы белгісі де тұр. Күнделікті өтесіз, күнделікті сол жерде суға түсуге болмайды деген Арыс Түркістан каналында кемінде 20 адам түсіп жатады. Ол жерде де қанша оқиға тіркелгені бізге белгілі, статистика бар. Департаментке де белгілі. Сондықтан менің ойымша бұл жерде ешкім бір еріккеннен, я болмаса бір бостықтан емес қой, біз ескертіп жатырмыз халыққа. Соған енді жалпы қоғам болып бұны түсіну керек деп ойлаймын. Себебі әр бала өзі қазір дамыған елдерде де біз барып келіп жаңа стажерден өтіп жатырмыз. Енді ол жерде бұл ашық айдындарға ешкім шомылмайды, негізі сөздің ашық. Арнаулы бізде де жаңа каналдар болсын, бөгеттер болсын, шомылуға болатын жері бар, ол белгіленген, халық біледі, сондай жерге түсіп жатыр. Ал енді бұл сол қарапайым қағиданы сақтамағандықтан болып отыр. Әйтпесе бізден көптеген алдын алу шараларын атқарып жатырмыз. Менің айтқым келгенім жалпы ешқайсыңыз қаралау емес. Менің айтқым келгені, жаңа айтып жатсыздар ғой, жиналыс өтіп жатыр, брошюра таратылып жатыр. Мүмкін жаңа бір әдіске көшу керек шығар. Қазір мүмкін жаңа Жапонияны айтып жатсыз, оларда қандай екен деген секілді ғой. Енді жалпы ол жерде мемлекет болып, қоғам болып қолға алған ғой. Бізге де сол алдағы уақытта сонда практика жүргізуіміз керек. Бірақ жаңағыда қосып өтейін, қазір көп жастарымыз, көп жалпы тұрғындарымыздың бәрі әлеуметтік желіде отырады. WhatsApp топтарда отырады. Орын алып жатқан жағдайлар WhatsApp топтарға тарату жұмыстары да жүріп отыр қазір қарқынды. Қауіпсіз шараларды. Одан кейін жаңағы ескеріп, әлеуметтік желіде отыратын көпшілігін. Facebook, Instagram, барлық мекемелердің сайттарында да. Мысалы, әріптесіміз Ерекеңмен де өткенде сөйлестік. Бұл кісілердің де аудиториясы жоғары өте жаңағы өздерінің. Мына видеороликтерді салыңызшы. Мынандай жұмыстар жүріп жатыр. Мынандай жағдайлар, қайғылы жағдайлар орын алып жатыр деп жан-жақты әкімдіктердің сайттарына, әлеуметтік желілерінде, жастар орталығы, білім басқармаларының жауапты жаңағы
бағынышты мекемелеріне таратылуда. Енді қосып бола ма? Мысалы, айтыңыз. Білім бойынша жаңа әдіс деп сұрап отырсыз ғой. Біз жақында осы Қазортадан су селі алып кеткен кезде біз жақсы бір оқыту ұйымдастырдық. Осы бірінші рет, мен ойымша, бірлесіп 80 бүкіл облыстан 80 белсенді жастарды тарттық. Сол біздің төтенше жағдай департаментінің адамдары келіп, күшті бір оқытты. Сол бірінші қадам басталды. Бірақ жүйелі жұмысқа соны қазір өзімізді келу керек біз оған. Бірақ оның сонда сол қазір сол ойластырудамыз, қалай бірге, мысалы Қызыл жарты бар, өте жақсы белсенді қоғам, сосын біздің жастардың белсенді волонтерларымыз бар. Сол белсенді волонтер, оларды басқаларды 80 адам оқыттық дейді, сертификат бердік. Олар өз аудандар оқытты балдарды. Енді қазір таңда жаңа метод деп жатсыз, қазір біздің қасымызға көп әртүрлі ұйымдар келіп жатыр. Жас іздеушілер дей ма? Юные следопыты дейді ғой, скаутская система деп жатыр. Сол мен ойымша қайттан қолға алу керек, жастарды үйрету керек. Қалай қиын жағдайда өз-өзін сақтап қалу деген сияқты. Сондай адамдар бізге келіп жатыр. Егер әкімшілік тарапынан білім басқармасы және басқа да қолдау көрсетсе, біз осы жобаны қолға алуға дайынбыз. Осы өзім Түркістан облысының өзі белсенді беделді азаматтар бар. Осы жобаны қосып кетсем. Осы өтіш. Жалпы осы Ерекен айтып отқан мәселесі бойынша қосып кетейін. Жалпы 1 маусым күні бізде балалардың құқығын қорғау күні болды. Сол жерде төтенше жағдайлар департаментінің басшыларымен, мамандармен бірлесіп, бізде Караван-Сарайда облыс әкімінің арнайы күні өтті, балалар күніне. Соған 15 000 бала қатысты. Сол жерде арнайы спецтехниканы бәрін біз әкеп қойдық. Балалар өз көздерімен көрді. Жаңа бадалаза бар, қайықтар бар, арнайы құтқару қызметіне арналған. Соның бәрін көрсеттік. Одан бөлек биыл тағы да осы соңғы 5-6 жылда қолданысқа енгізген мәселе бар. Жас құтқарушы деген республикалық не бар, жарысымыз бар. Бұған да біздің облыстан 10 000-ға жуық бала қатысты. Қазір таңда Көкшетау қаласында өтіп жатыр, оған да департаментпен бірге республикада Көкшетауда өтіп жатыр, оған да балдарымыз барып жатыр. Енді одан бөлек спорт басқармасымен бірге облыстағы 22 жекеменшік бассейнде 80 000-ға жуық оқушыны біз арнайы сабақтан өткіздік. Суға түскен кезде қалай түсу керек? Бірінші денені үйрету керек суға. Жаңағы сіңір тартылып қалған жерде не істеу керек? Соның бәрін біз қазір үйретіп өткіздік. 80 000. Әрине бұл аз. Бұл алдағы уақытта жоспарда бар. Сонымен қатар жаңағы даладағы осы жабайы табиғатта балалардың жүріп тұрысын қалай реттеу мақсатында бізде қазір осы жаз мезгілінде арнайы жоба өтеді, оған 1000 баланы қатыстырамыз. Және де Тұран скауттар деген біз арнайы бағдарлама енгіздік. Жаңа Ерекеңнің айтып отқан бір мәселе. Тұран скауттарына біз облыстың тағы да балдарын қосамыз. Бұл жерде жабайы табиғат аясында адам қалай өз-өзін қорғау керек. Бұл айтқанда бір әскери патриоттық клуб болады. Соның ішінде міндетті түрде қауіпсіздік шараларын қалай сақтау керек, осы да қарастырылатын болады. Себебі балдарды біз шын мәнінде практикамен қызықтыру керек болып тұр. Бала түсіну керек. Бала түсіну керек, қай жерде болады, қай жерде болмайды. Жалпы қағиданы парақ жүзінде таратқаннан осындай әдіске де біз көшуді бастадық. Қосымша тағы қосарым бар еді. Мынау жаңа бассейн деп айтылып қалды. Облыста негізі бізде шомылу орындар өте аз облыста. Анау қазір облысымызда бізде 100-ге жуық стационарный бассейндер бар. Мемлекеттің балансында, жаңағы меншігінде, жеке кәсіпкердің меншігінде, жаңағы демалыс орындарында 100-ге жуық бассейндер бар. Соның бүгінгі таңда 21-і мен меморандум түзілген. Меморандум мақсаты не? Ол меморандумды жаңағы аудан әкімдіктері, жаңағы жеке кәсіпкерлермен. Оның мақсаты не? Меморандумды жаңағы әлеуметтік жағдай төмен отбасылар бар ғой. Жаңа ақылы бассейнге балаларын шомылдырамайды. Елді мекендерде жаңа шомылу орындары жоқ жерлерде сол тегін аптасына 2 рет 3 рет шомылдыру жұмыстары қазір уже практикаға енгізіп жатырмыз. Сонымен қоса ол бассейндеріміз бізде қай жерде орналасқан? Ол бассейндеріміз біздің аудан орталықтарында, немесе демалыс аймақтарында көбісі. Дұрыс па? Келісесіз ба соны? Ал мынау елді мекендер бар кейбір. Вообще бассейн де жоқ, шомылатын орындар да жоқ. Соған бүгінгі таңда каркасты модульді бассейн дейді. Жасанды бассейндер. Сондайдың қазір Арыс қаласы 10 данасын сатып алды, Шардара ауданы 10 данасын сатып алды, Жетісай ауданы 13 данасын сатып алды. Жалпы енді жұмыс басталып келатыр. 33 дана сатылып, жаңағы шомылатын елді жоқ орындар, жоқ елді мекендерге орнатып,
сол жерде жаңа балалар тегін шомылдыру жұмыстары. Сондайды да практикаға енгізіп жатырмыз. Көрермендер біле жүрсін, міне суда шомылудың қауіпсіздік шаралары деген арнайы ақпараттық инфографика бар екен. Міне суда шомылудың қауіпсіздік шаралары. Суға шомылатын жерді жалпы жағдайды, судың тазалығын, тереңдігін мұқият тексеріп алу керек дейді алдымен. Тамақ ішкеннен кейін бірден шомылмаңыз. Суға тек қана рұқсат етілген жерлер мен жағажайларда шомылыңыздар. Өте ұзақ шомылмаңыз, өзіңізді шаршауға және тоңып қалтырауға дейін жеткізбеңіз дейді. Суға түскенде бір-біріңізден көзден таса қылмаңыз, қоршау белгілерінен, бойлардан тысқары аумаққа шықпаңыз. Техникалық ескерту белгілерінің, бойлардың және басқалардың үстіне шығушы болмаңыздар деген міне. Көрермендерге құлақ қағыс болсын, айта жүрейік. Тағы бір ақпараттық инфографика. Өзіме қызық болды енді олса. Бала кезімізде ағын судың арамы жоқ деп барлығын іше беретін деп қой. Екінші ақпараттық инфографика. Міне, өзендер мен көлдерде, тоғандарда тоқтау сулар мен шалшық суларда шомылудың қаупі дейді. Ағын сулары бар ғой енді осының арасында. Инфекциялық аурулардың қоздырғыштарының ағын суда өмір сүру ұзақтығы дейді. Іш сүзегі 183 тәулікке дейін өмір сүреді дейді. Дизентерия 12-ден 92 тәулікке дейін, оба 4-тен 92 тәулікке дейін. Туляремия дейді 7-ден 31 тәулікке дейін, бруцеллез 4-тен 45 тәулікке дейін ағын суда көлде барлығында өмір сүре береді дейді. Дұрыс қой барлығы да, Негізі, сондықтан ағын судың арамы жоқ деп баяғыдай іше беруді қою керек. Көрермен, дұрыс қой. Жалпы енді бұл жерде де каналдарды ескеру керек. Кейбір каналдар бар, неден жаңағы егіндерден барады. Ол жерде химикаттар егіледі, қайтып неге түседі арналарға. Соны да ескеру керек та. Жаңағы жалпы сес эпидемиологиялық басқару, бақылау басқармасы жұмыс жүргізеді. Мен табылса қосып кетейінші, яқта егер су жүзамасаңыз да суға түспеу керек деген сияқты айту керек деп ойлаймын. Өйткені жастарымыз көбісі жүзамайды. Бүйтіп сұрап көрсеңіз, бір өзім көп достарым бар, жүзуге үйрену керек ау деген. Менен үлкен, менен жасты. Мысалы, мен анам 44 жасында ма жүзу үйренді өзі. Сол мен ойымша осы Жандос ағамыз дұрыс айтып жатыр. 80 мың жасты жүзуге үйретіп жатырмыз деген өте жақсы бір қадам деп ойлаймын. Осы толық қолдаймын сізді. Жастарды үйрету керекпіз біз. Жүзуді, өзін қалай ұстауды деген өте бір керемет нәрсе. Сөзіңізге бізде арнайы суда құтқару жасағы бар. Ол мекемеде бұл кісілермен бірлесіп шығады. Жаңағы әдістерге үйрету, жаңағы қандай жағдай кездесіп қалса суда соған әдістерін жаңағы жүзу нелерімен үйретіп сабақ өтіп жатырмыз. Тұрақты түрде. Енді жалпы біз анау тіптен көліктегі анау белдеуітте бір айыппұл салам демесе тақпайтын халықпыз ғой, енді қайтеміз енді. Санамызды өзгерте алмай жатыр. Осындай жаңағы белгіленген жерлерге түсуге болмайды деген жерге түскен адамдарға, жалпы анау балаларын қараусыз жіберген ата-аналарға қандай шара көрінеді? Әділ мырза өзіңіз. Жаңа жоғарыда айтып кеткендей, белгіленбеген орындарда шомылу Қазақстан Республикасының заңнамасын әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің бабының талаптарына сай, алғашысында бірінші рет орын жағдайда ескерту жасауға, қайталанған жағдайда 2 айлық есептік көрсеткішінде 6 теңгеден айыппұл салуға келіп соғады. Одан бөлек белгіленбеген орындарда спирттік ішімдік ішуге дейміз, демалыс орындары, жағажайлар, ол жерде бірінші рет орын алған жағдайда 5 айлық есептік көрсеткішінде айыппұл салуға, екінші рет қайталанған жағдайда 10 айлық есептік көрсеткіш айыппұл немесе 5 тәулікке дейін қамау. Дәл сондай бізде айтып отырып қой, адамдар отырған жерін ластап кететіндер бар. Ол жерде бізде әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 434-ші бабы бар. Ортақ пайдалану орындарын ластау деген, немесе елді мекендерді абаттандыру қағидасын бекіту туралы 505-ші бап бар. 434-ші бап енді негізінен көп демалу орындарда қолданады. Алғашында 5 айлық есептік көрсеткішінде айыппұл әкеліп салуға, қайталанған жағдайда 1 жыл ішінде 10 айлық есептік көрсеткішінде айыппұл салуға әкеліп соғады. Шомылу дегеннің өзінде биылғы жыл осы 1 айдың көлемінде, 6 айдың маусым айының көлемінде, облыс көлемінде 218 құқық бұзушылық анықталған. Енді барлығы бірінші рет анықталғаннан кейін тек ескертуменен шектелген. Ескерту тәртіп шарасын көрген. Барлығына ма? Барлығына. Себебі кодекстің баптың санкциясының өзінде көрсетілген, бірінші рет орын алған жағдайда тек ескерту.
одан басқа шара жоқ та. Ал екінші рет қайталанған жағдайда 2 айлық ескертпе жүзінде айыппұл. Оның бір рет бұзып жатқан қайдан білесіздер? Бірінші рет бұзып. Бізде мынау қазір цифрлық Қазақстан дейміз ғой, полиция қызметкерлерінің, участок полиция инспекторлары, патрульдік полиция қызметкерлерінің барлығында қолдарында электронды планшеттер бар. Кез келген адамды хаттама толтыратын кезде оның алдыңғы құқық бұзушылар шығады. Бізге ескерту деген ауызбен ескертіп жібереді жоқ. Жалпы негізінде менің ойымша былай қарасам, жағажай дегенге, жаңағы басқасы бар, бассейн дегенге көбісі шешеді ғой, ол жердегілерді. Қалай қадағалап жатсыздар оларды? Сол үшін жаңа жоғарыда айтып кеттік, басында айтып кеттік қой, жергілікті атқарушы орган бар, төтенше жағдайлар бөлімдері бар аудандарда. Сол жерде бір демалушылар орналасқан жерлерге патрульдер жақындап көріп, одан бөлек таңертеңгі баратқан жолдар, одан кейінгі кері қайтатын жолдар бар бізде спирттік ішімдік мас халде басқару. Мысалы жақында облысымызда өңірімізде орын алды. Демалудан кейін қайтып баратқан кезде жүргізуші куәлігі жоқ адам автокөлік айдаған, жол апаты орын алып, адам қазасына ұшырады. Сол сияқты, сондықтан ол тек демалыс орындары емес, оған баратын жолдар, қайтатын жолдар барлығын. Бұл жерде мынаны түсіну керек, жаңағы өзіңіз айтқандай, бәрі айтылып жатыр, неге нәтиже жоқ деген не ғой. Кез келген Қазақстан Республикасының азаматының Конституция бойынша демалуға құқығы бар. Ешкімге шектеу қоймайды. Тек азаматтар демалу кезінде, шомылу кезінде белгіленген тәртіппен ережелер сақтау керек. Ол мына жерде мен демалып жатырмын, мен конституция құқығым деп ол жерді ластамай, демалып, өзінің жөнімен демалып, отырып жерін тазалап кету керек. Одан кейін, мысалы, түрлі жағдайлар орнап отыр ғой, жаңадан бері айтып жатық. Ата-анасымен бірге шомылып суға кеткендер бар. Ішіп отырып суға кеткендер бар. Отырып, ішіп жеп, демалып, қайтып бара жатып, посудасын жуып жатқан кезде суға кеткендер бар. Бала шағасын арқалап судан кешіп өтіп жатқан кезде суға кеткендер бар. Мысалы, түрлі жағдайлар бар. Тек демалу кезінде, суға түсу кезінде белгіленген ережелерді сақтау керек. Ол әрбір адамның өзінің міндеті, өзінің қауіпсіздігі. Тағы да айтып кетейін, мысалы, жазғы уақытта осы ағалардың жұмысы 2 есе артып кетеді. Мысалы, ағалардың өз жұмысы бар, құқық сақтау, өзінің жергілікті аудандар, жергілікті жерлерде қосымша тағда бір жер қарау, көру өте ауыр. Осыған біздің ұсынысымыз бар, қазір ойлап жатырмыз, бір нәтижеге шығарайық. Мысалы, сіз айттыңыз жаңа, егер белбеу тақпадау мүмкін деп, бірақ полицияны көрсек, белбеу бәрін тағамыз. Дұрыс па, алсын көріп қойсақ тағамыз. Сол сияқты бір аға осылай құзырлы органдар көрсек, тәртіп сақталады деген сияқты бір нәрсе бар. Бірақ оларымызда ағалар саны көп емес. Оны күніге сұрақ қоя алмаймыз. 180 орын бар дейді, оған бәрін бір адам қойып қойсаң, қалған қаяқта жұмыс жасаймыз, қаяқта болады деген сияқты. Сол бірігіп, мүмкін осылай шетелде не істейді? Шетелде қоғамдық түсінік өте қатты, бір-біріне көмектесуге, осы қоғамдық ұйымдар бірімен жүруге өте жақсы дамығанда, сөзде бір ойластырып, мүмкін осы жерлерде жүйелі қылып жұмыс жасақ деп ойлап тұрмыз. Екінші нәрсе цифрлық Қазақстан деп жатыр. Егер облыстық деңгейде осыны қолға алса, 180 жерге камера қойсақ, тоже хорошо ойын. Бірақ өте алыс қояқта тоже қиын да көріп. Оның инфрақұрылымы байланысты. Мүмкіндік бар жерлерге негізі практика қолданылайын деп жатыр өздеріңізбен, дұрыс па? Камералар жылжымалы камера деймін, қалай дейді оны? Сондай алдағы уақытта. Керек деп ойлаймын. Сіздің сөзіңізге тағы да қосып өтейін. Рас, бізде жағы көп су айдындарына біздің мамандар жеткіліксіз. Бүгінгі таңда біз жұмыспен қамту орталығы бар ғой. Солармен бірлесіп, жаңағы жұмыспен қамтумен азаматтарды жұмысқа алып, оларды біздің департамент мамандары оқытып, өзі определенный уақыт нелер бар, сағаттар бар, соны оқытып, қолдарына анықтама беріп жатыр. Мысалы, сол азаматтарды жаңағыдай су айдындарына мерзімдік кезекшілік бар ғой, мерзімдік қауіпсіз қамтамасыз ету. Сондай жұмыстарды қазір таңда ұйымдастырып жүргізілуде. Жаңа Ерасыл мырза айтып қалды ғой, бұл нәрсемен жалпы қоғам болып күресуіміз керек деп. Міне сондай бір күресіп жүрген азаматтардың бірі Айбар Камал. Ерікті азаматымыз бізбен Zoom арқылы тікелей байланысқа шығып отыр екен. Байланысу мүмкін бе? Айбар мырза, ассалаумағалейкум. Уағалейкумассалам, қайырлы күн. Менің есімім Айбар, мен Келес ауданының тумасымын. Өзім осы облыстық жастар орталығының еріктісімін. Ерікті болу әрбір азаматтың қолынан келетін дүние. Біз еріктілер, ерікті жастар
осы облысымызда болған, одан бөлек еліміздің кез келген өңірлерінде белсенді азамат ретінде ерікті түрде көмек көрсетіп келе жатырмыз. Өздеріңізге белгілі Мақтаарал ауданында болсын, Арыста болсын, Қазығұрт ауданында болсын, барлығымыздың ауызбіршілігімізбен егемен еліміздің ертеңгі ұрпағы және де осы еліміздің дамуына үлес қосып келе жатырмыз. Ал бірақ та қазіргі таңдағы болып жатқан дүние өте өзекті мәселе. Әрине, ерікті жастар қазіргі таңда аудандық жастар ресурстық орталықтары, одан бөлек осы ішкі істер органы, МЧС, одан бөлек осы аурухана өкілдерімен, медицина өкілдерімен біргелікте көптеген жұмыстар жасап келе жатыр. Әрине, айтатын дүниеміз өте көп, ал бірақ ең басты мәселе біздің денсаулығымыз, балаларымыздың денсаулығы. Сол секілді әрбір ата-ана өзінің баласына тәрбиені дұрыс беріп, яғни шомылуға арналған жер болады, сол жерге рұқсаты жоқ жерлер болады. Сол жерлердің барлықтарына негізгі нақтылама білімдерін беретін болса, әрбір бала өсіп, одан бөлек осы арнаулы шомылатын орындарға арнайы тақтайшасын, одан бөлекте нақтылап айтатын болсақ, осы ерікті жастардың еңбегі ол тек қана маусымдық емес, әрбір кезде төтенше жағдайда біз атсалысуға дайынбыз. Ал одан бөлекте осы қазіргі таңдағы шомылу маусымындағы көптеген дүниелерді арнайы роликтер жасап, осы бұқаралық ақпараттар, аудан, қаладағы бұқаралық жергілікті 15 секундтық роликтерді қоя білетін болса, күнделікті 3 мезгілде, себебі әрбір отбасы ас ішетін уақытта дөңгелек басына жиылады. Сол себепті отбасыларға осы медиа портал арқылы түсіндірме жұмыстарын жасайтын болса, әрбір отбасы балаларына, ұлдарына, қыздарына ескертіп айтатын еді. Және де осы әрбір отбасының биыл балалар жылы, балаларымыз кез келген уақытта мысалы тәрбиесіне маңызды рөл атқарып, ерікті жастарымыз өте белсенді жұмыс атқарып келе жатыр. Алғашқы күннен бастап Қазығұртта басымыз жиылды. Одан бөлек арнайы осы жастар ресурстық орталығымен осы МЧС-пен біргелікте өткен үлкен семинарға қатыстық. Әрбір аудандардағы ерікті жастарымыз, одан бөлек өкілдер біргелікте жұмыстарын жасап келе жатыр. Рахмет, Айбар мырза. Айбар мырза, рахмет, сіздердің еңбектеріңіз ерен, оны ел көріп жүр деп ойлаймыз. Мынадай бір сұрақ мазалайды мені. Соңғы бір сауал болсын, өте маңызды нәрсенің бірі. Қазір мынау енді Түркістан фонтандардың қаласына айналды ғой. Мынау өзіміздің алдымызда да фонтан бар. Қазір бір енді бір қарасаң қуанышты, бір қарасаң бір мәдениеттің төмендігі дейміз ба, осыған келіп балдарын шомылдырып жатады адамдар. Ата-анасының өзі кәдімгі жетектеп баллончик дейміз ба, сондайларды алып келеді тіптен. Енді баяғыда тоғырып жатқан кездерде болды, мысалы осындай бассейнге түсем деп та. Бұны қалай жөнге келтіреміз? Осы жерде кішкене айтып өтейін. Бүгінгі таңда Түркістан қаласында шомылу орындары өте аз. Оны халықты түсінуге болады. Бірақ алдағы уақытта Түркістан әкімшілік іскерлік орталықтың жанында Гребной канал дейді, еске кесу каналы. Қазір салынып жатыр құрылысы. Сол жерде арнайы жағажай қарастырылды, коммуналдық. Ол бір. Екіншіден, Шаға көлінің бойында туристік орталық, ол жерде де арнайы жағажай шомылуға арналған. Сол жерде барлық талаптарымен жобасы жасалып, бүгінгі таңда осы сол Шаға көлінің бойындағы осы шілденің ішінде беріледі деп күтілуде. Бірақ енді алдағы уақытта. Алдағы уақытта жаңағы фонтанға шомылып жүрген азаматтарымыз сол жерде мүмкіндігі болады деген ой бізде. Сонымен қатар осындай тірліктер қазір Арыс қаласында да жұмыс жүріп жатыр. Арыс қаласының әкімдігімен қолдауымен Арыс өзеніне қазір кірсеңіздер, көресіздер. Кірген кезде оң жақта жағажайда сондай не ашқан, коммуналдық жағажай ашқан. Ол жерде де жаңағы құтқарушыларды оқытып, арнайы топтарды орындарына жаңағы қауіпсіз қамтамасыз ету бойынша қойып жұмыс жүріп жатыр. Сонымен қатар, бүгінгі таңда Шардар ауданында да өткенде ұсыныс түсті, жаңағы жеке кәсіпкер өзің несінен жағажай ашқысы келіп отыр. Олар әр жағажай ашу үшін олар бізге ұсыныспен хатпен шығады. Себебі біздің мамандар барып, астын жағажайға бола ма, болмай ма, или тіке жар бар ма астында, соның бәрін тексеріп, жаңа қауіпті заттардан тазалап, қолдарына акті береді. Мына жерге жағажай ашуға болады. Қазір таңда қолға алынуда осындай коммуналдық және де жеке жағажайлар ашу жұмыстары жүргізіліп жатыр.
алдағы уақытта халыққа қол жетімді сондай жағажайлар болады деп үміттеміз. Рахмет, спикерлер, бізге берілген уақыт өз мәресіне жетіпті. Емін-еркен ой пікірлеріңізді білдіргендеріңізге үлкен рахмет. Халық сөзі ток-шоуының кезекті саны осымен тәмам. Әркімнің өзі өмірі өзіне аманат, соны естен шығармайық. Аман есен болыңыздар.